буындарыма жақсы әсер етті. Тізем ауыратын. Кішкене таңертеңгі мезгілде ашты да аузыма келіп тұрды. Бірден таңертеңгі ас батпайтын. 10-11 шамасында қарным ашқанда ішіп жүрдім тамақты таңертеңгі ас. Запор болды менде. Запор кете бастады. Енді жеңіл баратын болдым бір жағынан. Кейін ішек құрттарым әйтеуір түсе бастады. Өзімнің көзіммен көрдім, сезілді құрттарды. Ол бойынша міне қаңтар айынан бастап ішіп жатырмын. 4-ші айға келіп жатыр. Бұл жолы алдағыдай жеңілдіктің үстіне маған қосымша сезілгені бүкіл хронический бұрынғы аурулардың бәрі қозды. Жаңағы тізем, бір тізем бірнеше күн ауырды, екінші тізем бірнеше күн ауырды, апталап ауырды. Әр жерім сүйектеріне бір тұз құйғандай, одай ашып жүрді. Сондай сезілді. Буындарым ауырып қайтадан қозғалды. Азырда кетіп жатыр бірдеңе. Теріқарымда да өзгерістер бар. Тырнағымда грибоктар болған. Запор жоқ, қазір? Запор жоқ. Бұрын запормен сіз қанша күн жүретін едіңіз? Айтуға да ұялам, шыны керек. Бір жетіге кейін барады. Сонымен жұмыстамыз ғой енді. Қай күні барғанымды ұмытып қаламын. Сол көмектесесіз бе, сонда дәрі ішесіз, бір нәрселер ішіп? Сол жерде дәрі ішпеймін, бірақ тамақтарымды, асымды жеңілдетемін жаңағы. Көбірек көкөніс жеуге тырысам, бірақ бәрібір әсер етпейді. Үйреніп алады да, мысалы. Қызылша жеймін ғой көбірек. Үйреніп алады да, ары қарай көмектеспейді. Жаңағы сухофруктылар жеймін, жаңағы жүргізетін. Сол кезде әсер етеді. Бірақ не жесем де көп мөлшерде жесем ғана әсер етеді. Өзі су ішетін бе едіңіз ол кезде? Енді суды да қазірдегідей ішемін, бұрынғыдай. Мен қазірде де суды көп ішпеймін. Өзім жалпы аш, мына оң жағымда приступ бергендей бастады, сол кезде өзім жаман жаңағы сезініп. Қой, бұл өнімді мен қабылдайын дедім. Дұрыс. Ем болсын. Ішіп шайда мына протоколдан кәдімгідей қозғалыстар болды. Супер, ем болсын.